Қайырлы күн. Есімім Гүлдана Жаналиқызы. Көп жағдайда ата-аналар менің балама дәрігер бірден антибиотик берді. Біз жиі антибиотик қабылдаймыз деген сияқты сондай жаңағы шағымдармен келіп жатады. Антибиотикті өзінің ішу керек кезде ішу керек. Себебі ол бактерия. Ал бактерия бізде тек антибиотикпен емделеді. Енді соны қанның құрамынан қалай анықтап білу керек екені туралы мен сіздерге қазір көрсететін боламын. Жақсылап түсініп алыңыздар, өздеріңізді біліп отыратын боласыздар. Маған қабылдауға келген баланың анализі, бұл жерде қазір гемоглобині 142, 10 жастағы бала үшін 142 деген жоғары болып келеді. Гематокрит тоже 42, уже 45-ке жақын болып тұр. Эритроцитері жоғары, яғни бұл жерде эритроциттердің жоғары болуы балада мүмкін жақынарда температура болды мекен, или құсты мекен болмаса, осы 3 көрсеткішке қарап, қанның құрамындағы қанның қою екенін анықтауға болады. Енді біз балаларға қандай уақытта антибиотик береміз, сол туралы айтамын. Ең біріншіден бұл бізде лейкоциттерге қараймыз. Яғни лейкоциттердің құрамы 4 пен 5 пен 13-тің ортасында болу керек. Ал бұл балада қазір 14-те 5, яғни лейкоцитоз жүріп жатыр деген сөз. Бұл жерде бактериалды инфекция. Одан кейін барып нейтрофилге қараймыз. Нейтрофилдердің нормада бізде қанның құрамында болу керек 43-тен 60-ке дейін. Ал бұл балада уже 73-ке дейін көтеріліп жатыр. Яғни екінші рет бізге бактериалды инфекция екен дәлелдеп тұр. Одан кейінгі лимфоциттердің төмендеуі бұл 100% баланың қанның құрамында бактерия бар деген сөз. Яғни біз бұл кезде балаға антибиотик беру керек. Көп аналар айтады, мен антибиотик бермеймін балаға, антибиотикті ішкізбейміз деп жатады. Ал бұл негізінде баладағы жаңағы жүрекке кері әсерін беріп, кейін клапандық жеткіліксіздікке алып келуі мүмкін, кейін баланың аяқтарындағы суставтары ауруы мүмкін, болмаса бүйрекке жетіп, бүйректік жеткіліксіздікке алып келуі мүмкін. Сол үшін алғашқы осы 3 көрсеткішті жақтап алыңыздар. Яғни лейкоцит пен нейтрофилдердің жоғарылауы, лимфоциттің төмендеуі бұл бактериалды инфекцияны білдіреді. Сұрақтарыңыз болса, анализ жөнінде сұрақтарыңыз болса, комментарийға қойып кетіңіздер, міндетті түрде жауап беремін. Сау болыңыздар.